Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз орама жасайтын боламыз. Орамамыздың қамыры керемет сұлу болып шығады және де жұмсақ. Егер де сізде осылай болып шығуын қаласаңыз, видеоны соңына шейін қараңыз. Пиязымыз бен укропымызды ұсақтап турап аламыз. Мінекей осылай турап алдым. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Мендегі дәмдеуіштер қара бұрыш пен паприканы қостым. Жақсылап қасықтың көмегімен араластыруға болады. Мінекей менде осылай болып шықты. Енді мен сәбіз араластыратын боламын. Сәбізімізді қырғыштың көмегімен осылай ұсақтап өткізіп аламыз. Ұсақ болып шығуы тиіс, себебі қамырды тесіп шықпайтындай болу керек. Енді біз фаршымызбен сәбізді жақсылап араластырып қоятын боламыз. Мінекей мен араластырып алдым. Енді су құйып қамыр жасайтын боламыз. Осылай ұнды салып, қамыр қатты немесе жұмсақ болып қалмау керек. Орташа көлемде болып шығу тиіс. 10-15 минутқа қамырды осындай пакетке салып тұндырып қоямыз. Тұнып болған соң, сосын жаятын боламыз. Осылай жайып алдым. Өздеріңізге қалай көлемде болады, солай кесулеріңізге болады. Мен қамырды жайып алдым. Осылай мен орта көлемде кестім. Екі жағын бекітіп, осылай орап аласыздар. Суды дайындап қойдым қазанға. Және де барлық жерін майлап шығатын боламыз. Себебі қамыр жабысып қалмау үшін. Мінекей майлап шықтық. Сосын қамырды да осылай бетін майлап шығамыз барлық жеріне. Мінекей дайын болды. Енді біз қайнап тұрған суға 45 минутқа қоямыз. Қақпағын жауып, мінекей бізде пісіп шықты. Енді көріп тұрғандарыңыздай қамыр өте керемет жұмсақ болып шықты. Егер де сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Дилбар Еркінбекқызы. Келесі видеода көріскенше.